Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз өте дәмді панкейк дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сондай-ақ мені арнамда көптеген рецепттер бар. Барлығы да мастер-класстан алынған. Каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дәл осы рецепттердің сілтемесін қалдыратын боламын. Ал ендеше панкейк жасауды бастайтын боламыз. Маған қажетті ұн, қант, жұмыртқа, сұйық май, сүт және де қопсытқыш. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластыратын боламыз. Видеоның рецептісін описание бөліміне қалдыратын боламын. Достар, егер де сіз жасаған панкейк дұрыс шықпай жүрген болса, онда дәл осы рецептпен дайындап көріңіз. Бір жасағаннан-ақ өте керемет дәмді панкейк дайындайтын боласыз. Жұмыртқалы массамызды ағартып дайындап алғаннан кейін, оған сүт пен сұйық майды қосып араластырамыз. Достар, егер де сізге менің осы видеом ұнаған болса, онда өздеріңіздің достарыңызбен, құрбыларыңызбен төмендегі поделиться батырмасын басып таратсаңыздар болады. Мені қолдағандарыңызға көп рахмет. Ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз да, оны 2-3 бөлікке бөле отырып, қосып, жақсылап араластырамыз. Арасында түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырыңыздар. Достар, әрқашанда менің каналымды қолдап, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана болмашы әрекеттеріңіз мен үшін үлкен құрмет. Сіздерге алғысым шексіз. Осылайша қызып тұрған табамызға панкейктерімізді жайлап құя отырып пісіріп алатын боламыз. Өте тез, жылдам дайындалады, сондықтан да дайындап көріңіздер, және де өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда көптеген мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген, бір жасағаннан-ақ шығатын сәтті рецепттер. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің панкейктеріміз дайын болды. Сгущенкамен немесе тосаппен жесеңіздер болады. Өте керемет дәмді болып шықты. Достар, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісемін. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.